Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Шарықтаулы Заңғар. Бүгінгі видеода сіздер бастан күн өту кезінде не істеу керектігі туралы және де бастан күн өтудің қандай белгілері бар екендігі туралы толығымен білетін боласыздар. Бастан күн өтудің алғашқы белгілері олар жалпы, яғни спецификалық симптомдар. Олар қандай симптомдар? Біріншіден ол бастың ауруы, бастың айналуы және де денедегі жалпы әлсіздік. Осындай симптомдар сезгеннен кейін сіз міндетті түрде белгілі бір салқын жерге баруыңыз керек, немесе көлеңкеге баруыңыз керек. Яғни алғашқы көмекті жүргізу міндетті түрде болу қажет. Алғашқы көмектің жүргізілмеуі кезінде, яғни сіз осындай симптомдарды игнорировать етіп, ары қарай далада күннің ыстығында жүре беретін болсаңыз, сізде орталық жүйке жүйеңізде үлкен өзгерістер мен бұзылыстар пайда болуы мүмкін. Қандай бұзылыстар болуы мүмкін? Мысалға, галлюцинациялар, құлақтағы ызың, тіпті естен танып қалуға дейін баруы мүмкін. Сол себепті алғашқы көмекті білу керек. Бастан күн өту кезіндегі алғашқы көмек қандай? Біріншіден, бастан күн өтіп кеткен адамды міндетті түрде бағана айтып кеткендей көлеңкеге және де немесе салқын жерге апаруымыз керек. Екіншіден, салқын жерге апарғаннан кейін дене температурасын түсіруіміз керек. Яғни денедегі температураны орысша айтқанда охлаждать етуіміз керек. Ол үшін біз бірінші бөлмедегі терезені ашамыз. Яғни бөлме ауамен жақсы қамтамасыз етілген болу керек. Екіншіден, адамның денесіндегі үстіңгі киімін шешеміз. Яғни үстіңгі киім, ол немесе футболка, немесе басқа киім болсын, міндетті түрде денесін босатуымыз керек. Үшіншіден, адам организміне қатты температура жоғарылап кеткен кезде, далада көп ыстықта жүре берген кезде су мен тұз балансы бұзылады. Сол себепті адамға салқын суға тұз қосып берген дұрыс болады. Адамды салқын жерге апарғаннан кейін, бөлмені таза ауамен қамтамасыз еткеннен кейін, адамның денесіндегі артық киімнен босатқаннан кейін, адамға су бергеннен кейін, келесі біздің ісіміз ол дәрігер келгенше адамның денесін ары қарай салқындандыру. Ол қалай жүргізуге болады? Тағы бір әдіс, салқын суға марлыны салып, марлымен адамның денесін салқындандырамыз. Қалай? Денедегі қуыстар, яғни қолтық қуысы, мойын, тағы да осы көкірекке және де басқа жаңағы марлымен адамның денесін өңдеуіміз керек. Марлыны салқын суға салып, сол марлымен қоюымыз керек. Осындай жолдармен дене температурасын салқындандырғаннан кейін дәрігерді күтеміз. Дәрігер келіп, кәсіби алғашқы көмек пен кәсіби емдеуді жүргізеді. Сонымен видеоны көргендеріңізге рахмет. Осы видео пайдалы болса достарыңызбен бөлісіңіздер. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.